Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен осындай қытырлақ бір жасайтын боламыз. Біздің рецептті көру үшін осы видеоның соңына дейін қараңыздар. Біздің каналға подписаться кнопкасын басыңыздар, видеоға лайк қойыңыздар, астына комментарий жазыңыздар. Көріп тұрғандай осылай картопты ашып, тазалап аламыз. Сосын дәл осы видеодағы етіп бір келі қылдырып тураймыз. Осы видеоның рецептін көру үшін ссылкасын копировать етіп, WhatsApp-чаттарға тағы достарыңызбен бөлісуге болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай мен картоптарды турап алдым, бір келі қылдырып. Енді біз бұл картопты бірнеше рет жуамыз салқын суда қақпағын кетіріп, сосын барып осындай тазалап кептіріп қоямыз. Өте қатты кебу керек, сонда біздің фрейміз қытырлақ болып пісады. Міне көріп тұрғандай қайнап қызып тұрған майға осылайынан фриларды саламыз, сосын араластырып, бұны қуырамыз. Қызарып жақсы тұрып келгенше дәл осы видеодағыдай араластырып тұрамыз. Отымызды өте қатты емес, орташа қылдырып қойып аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай біздікі қатты, қытырлақ, түрі қызыл, өте әдемі фрей шықты. Балаларыңызға берсеңіздер жақсы көріп оны жейтін болады. Фрейміз майға қуырғандықтан өте май болып тұрады. Осылайынан салфеткаға қойып майын сіңіріп аласыздар. Содан кейін барып балаларыңызға берулеріңізге болады. Достар, біздің фрей уже дайын. Енді үстіне біз тұз себеміз. Осылай бізде өте дәмді фрей шығады. Сіз осы рецепт бойынша жасап көріңіз. Біздің каналға міндетті түрде тіркеліңіз, видеоға лайк қойыңыз, астына комментариймен бөлісіңіздер. Осы рецептпен міндетті түрде жасаңыздар. Ал сәттілік сіздерге.